қағида қалыптасады. Сәйкесінше практика жасап отырып, функционалдық сауаттылық артады. Түсінікті ғой? Енді менің тағдырым, маған берген тағдыр, информатика сабақты инновациялық әдістемер, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Енді бұл әрекетімізді қазір сабақ деп қарастыратын болсақ, сонда оқушылардың екі топқа бөлінуі болады. Сканерлерді жасауды осы болады. Мына жақта алмай қалғандар бар ма? Өз мақсатыңыз. Сканерлеріңіздер. Рефлексия өзіңіз бағдайды. Мысалы бір оқушы сізден жазасына, жеті, осы тоғызыншы классқа келеді. Қанша бала тақтаға 3 сан жазады. А, доса деген 3 сан жазады. Осыған назар аударыңыз. Ұстаз келіп бір санды көшіреді. Ұстаз қанша балаға қалған 2 санды көбейтіп жаз деп тапсырмайды. Қанша бала көп деп қайтарсырмайды. Қай санды көшіреді. Бірақ шарттар әркесі. 4-3 жолда, бірінші жолда бір сан енгізу керек. Я шарт бойынша. Екінші жолда тағы бір сан енгізу керек. Яғни А тең енгізу керек. Б тең енгізу керек. С тең енгізу керек. 3 жол енгізу. 4-3 жолда қай сан енгіземіз? Д. Бірақ бұл Д ұстаздың көшірген сан әріптесі. Шарт бойынша Д саны анау үстіндегі А Б С деген сандардың біреуіне тең болу керек. Тең екендігіне кепілдік беріледі. Міне осы тапсырма бізде биыл келді 24-25-те. Аудан екінші кезеңде. Енді шығысқа не шығу керек? Шығысқа қанша баланың енгізген саны шығару керек. Енді қараңыздар. Мына жерде 2, 5, 7 деген 3 сан тұр тақтада. 5 санына екінші тұрма, екінші. Бар ең жақсы. Проблемада шығып бір нәрсе қуат береді. Бізде ана интернет-техникасында кішкене топ болып. Бұрынғы келген компьютерлер бар ғой. Мынандай жақта істеліп біз оны әкеп береді бұрынғы. Соларды әкеп сағат келсе оның өзіне. Бұлардың машина сияқты ғой. Ал бірінші жолда А сан енгіземіз. Дұрыс жазды ма? Келесі. Мен оқыларға деп айтамын. Мен программистім. Жалқаудың деймін мен айтып жүрмін. Мен көше салайын деймін. Көше салайын деймін. Сосын келесі. Одан кейін? Өтіп алайын. Көріп сан бар ғой? Көріп сан бар ғой? Ой, бұл тең нәрсе дұрыс қылмай қалды. Тең. Одан кейін барып шарт қойсақ. Егер. Бірінші жол оқимыз. Бүтін сан. Мына мысалы қараңыздаршы. Мына 2, 7, мына 5 4-ші сан. Д бұл, е? А, Б, С, Д саны. Д саны шарт бойынша, шарт бойынша. Мыналардың біреуіне тең болу керек деп. Мыналардың біреуіне тең. Я, дұрыс айтасыз. А тең болса деп қалай кешіреміз? Қалай қоямыз? Қалай қоямыз тең болса деп? Логикалық амалды ұмытпауымыз керек. Салыстыру 2 тең болады. Математикада 1 тең болса, пайдада жалпы сарқымалды 2 тең. Д-ға тең болса, онда не істейміз? Онда не шығарамыз? Экранға не шығарамыз? А?